60 жастан асқан соң бір сәт келеді. Адам өзде байқамай қалады. Баспалдақпен көтерілу бұрынғыдай жеңіл емес. Диваннан тұру үшін қолмен тірелуге тура келеді. Дүкеннен әкелген пакет кенеттен ауырлап кеткендей. Ал көбіміз бұл кезде бір ғана сөз айтамыз. Бұл жас қой. Мен сізге дәрігер ретінде науқастарының көзіне қарап отырып айтатынымды қазір тура солай айтамын. Бұл шындықтың тек жартысы ғана. Жас күшті ұрламайды. Күшті күн сайын білдіртпей, ауыртпай, дыбыссыз жоятын тыныш жау бар. Мен әлсіздікті тағдыр деп қабылдаған мыңдаған адамды көрдім. Және 70-тен кейін де өз қозғалысын, тепе-теңдігін, тәуелсіздігін қайтаралған жандарды да көрдім. Осы видеоны соңына дейін қараңыз. Себебі, үшінші себеп ең қауіптісі. Көп адам оны бұлшықет жоғалуымен мүлде байланыстырмайды. Біз саркопения туралы сөйлесеміз. Бұл оқулықтағы құрғақ термин емес. Бұл қыста тайып құлау, жамбастың сынуы, жалғыз сыртқа шығудан қорқу, біреуге тәуелді болу. Қазақстан жағдайында бұл қауіп тіпті күштірек. Ұзақ қыс, күн сәулесінің жетіспеуі, үйде көп отыру. Қарапайым бірақ бір сарынды тамақ. Осының бәрі бұлшықетті іштен тыныш қана бұзады. Ең маңыздысы, саркопения міндетті емес. Бұл жастың жазасы емес. Бұл баяулатуға, тоқтатуға, тіпті ішінара кері қайтаруға болатын процесс. Қымбат қоспалармен емес, ғажайып дәрілермен емес. Көп жағдайда әр үйде бар қарапайым нәрселермен. Бүгін мен сізге мынаны көрсетемін. 60 жастан кейін көпшіліктің жіберетін басты қатесі. Көп адам қоқысқа тастайтын, бірақ бұлшықетті қорғайтын өнім. Қарапайым әдеттер қалай қозғалысқа сенімділікті сақтайды. Бірақ шешімге өтпес бұрын бір нәрсені анық түсіну керек. Бұлшықетімізбен шын мәнінде не болып жатыр? Неге себепті түсінбейінше ешбір кеңес жұмыс істемейді. Көп адам ойлайды, бұлшықет жасқа байланысты кетеді. Бұл бірінші және ең қауіпті қате. Қабылдауда жиі еститінім. Дәрігер, мен енді 60-тестемін, әрине күш азаяды. Ал мен тәжірибемде бір нәрсені анық көрдім. Бұлшықет өздігінен кетпейді. Оны жайлап, байқатпай алып қояды. Есімде бір науқас бар. Шартты түрде Айдос дейік, 68 жаста. Ол маған бұлшықетке емес, қыста жиі құлаған үшін келді. Айтады. Аяғым бар сияқты, бірақ өзімдік емес секілді. Тексере келе байқадық. Орындықтан қолмен тірелмей тұра алмайды. Бұл жас емес. Бұл саркопенияның басталуы. 60 жастан кейін ағза басқаша ойлай бастайды. Бұрын бұлшықет өзі қалпына келсе, енді оған белгі керек. Белгі болмаса, ағза шешім қабылдайды. Бұлшықет керек емес. Сосын оны ескі қора сияқты бөлшектей бастайды. Саркопения ауырсынудан басталмайды. Ол ұсақ белгілерден басталады. Қадам қысқарады. Тепе-теңдік нашарлайды. Ауыр зат бұрынғыдан ауыр сезіледі. Тайып кетуден қорқыныш пайда болады. Физиология жағынан не болады? Бұлшықет ақуызды ұстай алмайды. Ми мен бұлшықет арасындағы сигнал баяулайды. Ал созылмалы қабыну кемірдің тотынбай, біртіндеп бәрін бүлдіреді. Ең қауіптісі адам үйреніп кетеді. Қозғалысты азайтады. Ал бұл бұлшықеттің жоғалуын одан сайын тездетеді. Қорытынды қатал, бірақ шын. 60 жастан кейін бұлшықетке жұмыспен қорек бермесеңіз, ағза оны артық деп санайды. Бірақ жақсы жаңалық бар. Бұл процесті тоқтатуға болады. Келесі бөлімде мен бұлшықетке ең қауіпті, бірақ көп адам байқамайтын тағы бір жауды көрсетемін. Әсіресе біздің ұзақ қысымызда ол ерекше зиянды. Бұлшықетке зиян келтіретін бір жау бар. Ол ауыртпайды. Дене қызуын көтермейді. Адамды бірден дәрігерге жүгіртпейді. Сондықтан оны көпшілік байқамайды. Мен оны тыныш қысқы түтін деп атаймын. Әр қыста бір көрініс қайталанады. Науқастар айтады. Дәрігер, мен бұрынғыдан жаман ештеңе істеп жүрген жоқпын, бірақ күшім азайып барады. Біз өмір салтын талдай бастаймыз. Бәрі бірден түсінікті болады. Үйде көп отырады. Қозғалыс аз. Шәй, печенье, нан,
картоп, шұжық. Күн сәулесі жоқтың қасы. Осылайша созылмалы әлсіз қабыну пайда болады. Ол өткір емес, жай ғана фон ретінде жүреді. Пештен шыққан түтін секілді. Бірден күйдірмейді, бірақ жылдар бойы бәрін білдіреді. 60 жастан кейін ағзада не өзгереді? Бұлшықет қабынуға өте сезімтал болады. Тіпті аз ғана қабыну болса да, қалпына келу процесі тоқтайды. Тағамнан келген ақуыз нашар сіңеді. Құру керек деген белгі әлсірейді. Ал бөлшекте деген белгі керісінше өте жақсы жетеді. Мен мұны науқастарға былай түсіндіремін. Ескі үйдің электр сымын елестетіңіз. Сым таза кезде жарық бір қалыпты жанады. Ал егер пот басса, шам жыпылықтайды. Бұлшықетте дәл солай. Қабыну ми мен бұлшықет арасындағы байланысты тот басқандай етеді. 71 жастағы Гүлнар апай есінде. Айтады: дәрігер, ауырмаймын, бірақ аяғым мақта сияқты. Анализдерде апат жоқ, бірақ тамақ бір сарынды. Қозғалыс аз, салмақ баяу өсіп келеді. Бұл қабыну аясындағы классикалық саркопения. Ең қауіптісі, адам мұны қалыпты жағдай деп қабылдайды және қозғалысты одан әрі азайтады. Ал қабыну тыныш қана өз жұмысын істей береді. Сондықтан бұлшықетті сақтаудың бірінші қадамы таблетке емес, ал осы тыныш түтінді өшіру. Дұрыс тағаммен, қарапайым әдеттермен. Қазір мен сізге бұлшықетке ең қолжетімді, ең арзан көмектесушіні айтамын. Ол Қазақстандағы әр үйде бар. Бірақ адамдардың көбі оны дұрыс пайдаланбайды. Бір өнім бар. Арзан, үйреншікті, сондықтан бағаланбайды. Бұл қызыл алма. 30 жылдық тәжірибемде мен күнде алма жеп бәрібір әлсіреп бара жатқан жүздеген адамды көрдім. Неге? Себебі бәрі бір қателікті қайталайды. Алманың қабығын аршыды. 69 жастағы Серік ағай келді. Айтады: дәрігер, мен дұрыс тамақтанамын, алманы күнде жеймін. Қалай жейсіз деп сұрадым. Әрине тазалап, қабығында кір ғой. Мәселе дәл осы жерде. Алманың ең құнды бөлігі қабығы. Онда бұлшықетке өте маңызды зат бар. Ол урсул қышқылы. 60 жастан кейін бұл зат бір мезетте дабыл да, бұйрық та. Не істейді? Бұлшықет талшықтарының ыдырауын тежейді. Ағзаға бұлшықетті бөлшектеуді тоқтат деген белгі береді. Қалпына келу процестерін белсендіреді. Мен мұны былай түсіндіремін. 60 жастан кейін ағза үнемі таңдау жасайды. Нені сақтаймын, неден бас тартамын. Егер белгі болмаса, бұлшықет құрбандыққа кетеді. Ал алманың қабығы дәл сондай белгі. Бұдан бөлек, алмада пектин бар. Бұл ерігіш талшық. Ол қандағы қантты тұрақтандырады. Ал қанттың секіруі қабынуға және бұлшықет жоғалуына апаратын ең қысқа жол. Сондықтан кеңесім қарапайым. Алманы жуу керек, бірақ аршуға болмайды. Баяу жеу, тәтті печенье, кәмпитпен қоспау. Келесі бөлімде мен қыста тепе-теңдікті сақтауға көмектесетін, мұзда құлаудан қорғайтын тағы бір өнім тобын айтамын. Қыста құлаудың көпшілігі сүйектің әлсіздігінен емес. Негізгі себеп ми мен бұлшықет арасындағы байланыстың баяулауы. Адамның күші бар сияқты, бірақ аяқ дер кезінде жауап бермейді. Бір сәттік кідіріс және тепе-теңдік жоғалады. Мен жиі айтамын, күш бұл тек көлем емес, бұл реакция жылдамдығы. 73 жастағы Айман апай жалғыз тұрады. Айтады: дәрігер, қыста сыртқа шығудан қорқамын, тайып кетем бе деп. Тексергенде бұлшықет өте әлсіз емес, бірақ қадам қысқа, дене тұрақсыз, реакция баяу. Дәл осы жерде жидектер іске қосылады. Біздің үйреншікті, солтүстікке бейімделген жидектер: қарақат, мүкжидек, брусника, тангурай. Қыста мұздатылған түрде. Көп адам ойлайды, жидек бұл жай витамин. Шын мәнінде олар тереңірек әсер етеді. Жидектерде антоциандар бар. Бұл заттар жүйке жасушаларын қорғайды және мидан бұлшықетке сигналдың өтуін жақсартады. Мен мұны былай түсіндіремін. Егер алма бұлшықетті бұзудан қорғайтын тежегіш болса, жидектер сымдарға жағылған май секілді. Сигнал тезірек өтеді, қозғалыс нақтыланады, тепе-теңдік сенімді болады. Сонымен қатар, жидектер қабынуды азайтады. Ал қабыну азайса, бұлшықетті сақтап қалу мүмкіндігі артады. Жақсы жаңалық.
Қазақстанда жидек қолжетімді. Экзотика қажет емес. Қарапайым дүкендегі мұздатылғанда жарайды. Құндылығы айтарлықтай жоғалмайды. Қалай қолдану керек? Кефирге, айранға, немесе сүзбеге бір уыс жидек қосу. Қант қоспау. Таңертең немесе күндіз жеу. 2-3 аптадан кейін көп адам айтады. Жүріс сенімдірек болды. Тайғақтан қорқу азайды. Ал енді ең қауіпті қателікке көшейік. Күн сайын жасалатын, бірақ барлық пайдалы өнімнің әсерін жоққа шығаратын қателік. Бір әдет бар. Көпшілік оны зиянсыз деп санайды. Ал шын мәнінде ол бұлшықетті күн сайын жайлап, бірақ тұрақты түрде жояды. Бұл шай, печенье және қозғалыссыз отыру. Күн сайын бір сөзді естимін. Дәрігер, мен аз жеймін, бірақ күш бәрібір кетіп барады. Талдап көрейік. Таңертең тәтті шай, бутерброд. Күні бойы қозғалыс аз. Кешке қайтадан шай, печенье, теледидар. 66 жастағы Бақытжан ағай. Артық тамақ жемейді. Алкоголь сирек. Бірақ 2 жылда аяқтағы күш азайған, қарын үлкейген. Неге? Себебі қанттың жиі секіруі бұлшықетке тікелей соққы. 60 жастан кейін ағза жылдам көмірсуларды өте нашар көтереді. Қант көтеріледі, инсулин бөлінеді. 1 сағаттан кейін күрт түсу, әлсіздік, ұйқысыздық, қайтадан бірдеңе жегін келеді. Осы фонда қабыну күшейеді. Мен жиі айтамын, бұлшықет бір күнде жойылмайды. Оны ұсақ, күнделікті қателіктер шайып кетеді. Шай мен печенье өз алдына у емес. Бірақ күн сайын, күніне бірнеше рет болса, бұлшықет үнемі күйзелісте болады. Энергия тұрақсыз, ағза тағыда шешім қабылдайды. Шығынды қысқарту. Не істеу керек? Өзімізді қинап тыйым салу емес, ауыстыру. Печеньенің орнына қабығы мен алма, қанттың орнына даршын. Екінші, шайдың орнына су немесе айран. Осы қарапайым ауыстырулар қабынуды күрт төмендетеді және бұлшықетке қалпына келуге мүмкіндік береді. Енді біз ең маңызды мәселеге жақындадық. Тіпті мінсіз тамақтың өзі бір нәрсесіз бұлшықетті сақтай алмайды. Келесі бөлімде мен түсіндіремін, неге қозғалыс пен ақуызсыз ешбір алма жұмыс істемейді. Өте қауіпті бір миф бар. Мен оны күн сайын естимін. Дәрігер, мен жеміс жеймін, демек бұлшықетім дұрыс қой. Өкінішке қарай олай емес. Жеміс көмектеседі, бірақ 60 жастан кейін бұлшықет басқа заңмен өмір сүреді. Оған нақты бұйрық керек. Сен керексің. 71 жастағы Нұрлан ағай. Тамақты ұқытты жейді. Алма, жидек, сорпа. Бірақ 1 жылда күш айтарлықтай азайған. Сұраймын, бұлшықетке жүк бересіз бе? Жауабы дайын. Жоқ, мен спортшы емеспін ғой. Мәселе дәл осы жерде. 60 жастан кейін бұлшықет жалқауланып кетпейді. Ол жай ғана үнем режиміне көшеді. Егер жүктеме болмаса, ағза оны ұстауға энергия жұмсауды доғарады. Физиология өте қарапайым. Жас ұлғайған сайын анаболикалық резистенттілік дамиды. Бұл нені білдіреді? Тамақтан келген ақуыз автоматты түрде бұлшықетке айналмайды. Оған іске қосатын сигнал керек. Бұл сигнал 2 нәрседен тұрады. Бірінші ақуыз, екінші күшпен жасалатын қозғалыс. Мен әрдайым айтамын, алма мен жидек қорғау, ал бұлшықеттің кірпіші ақуыз, ал құр деген бұйрық қозғалыс. Практикада бұл не? Зал, штанга емес, қарапайым нәрселер. Орындықтан баяу 8-10 рет тұру. Қабырғаға тіреліп, аяқтың ұшына көтерілу. Қолды жұдырыққа түйіп, күшпен ашу. Барлығы 10-12 минут, күн сайын. Және әр негізгі асқа ақуыз. Жұмыртқа, балық, сүзбе, бұршақ тұқымдастар. Оссыз жемістер тек жартылай жұмыс істейді. Бұлшықет шектен шығуды ұнатпайды. Ол тұрақтылықты жақсы көреді. Мен күрделі схемаларды ұнатпаймын. 60 жастан асқан адам грамм санап, кесте ұстап өмір сүрмеу керек. Оған күнде істейтін түсінікті жүйе керек. Мен науқастарыма қыста мынаны ұсынамын. Таңертең ағза енді оянып жатыр. Бұлшықет ең сезімтал кез, ең жақсы таңғы ас.
бір қайнатылған жұмыртқа, аздап қара нан, қабығымен алма, бір уыс мұздатылған жидек. Бұл диета емес, бұл ағзаға берілген белгі. Күн басталды, бұлшықет керек. Күндіз немесе бесіндік. Көбіне шай мен печенье тартатын уақыт. Оның орнына айран немесе кефир, бір уыс жидек, қансыз даршын. Бұл қантты тұрақтандырады, қабынуды азайтады және жүйкені қолдайды. Кешке мақсат ауырлатпау, қалпына келуге көмектесу. Сүзбе, аздап жидек немесе жарталма. Түнгі жеңіл ақуыз. Ұйқы кезінде бұлшықетті бұзбай, қайта қалпына келтіреді. 4-6 аптадан кейін көп адам байқай бастайды. Жүріс сенімдірек, шаршау аз, қозғалудан қорқу кетеді. Енді бір өте маңызды нәрсені айтуым керек. Адал дәрігер мұны әрқашан ескертеді. Пайдалы нәрсе бәріне бірдей қауіпсіз емес. Мен жақсы ниетпен өзіне зиян келтірген адамдарды көрдім. Әсіресе сөз калий туралы. Ол бұлшықет пен жүйке үшін қажет, бірақ кей жағдайларда оның артығы қауіпті. 74 жастағы Қайрат ата күнде банан жей бастады, аяқ тартпасын деп. Бірнеше аптадан соң әлсіздік, жүрек соғысының бұзылуы, себебі бүйрек ауруы және калийді ұстап қалатын дәрілер. Сондықтан ескерту, егер сізде бүйрек ауруы, жүрек жеткіліксіздігі, қысымға қарсы зәр айдайтын дәрілер, жүрек препараттары болса, тамақты өзгертер алдында дәрігермен кеңесу керек. Бұл алма мен жидек шаман деген сөз емес. Бұл өлшем мен жағдай маңызды деген сөз. Қант диабеті бар адамдарға да жеміс болады, бірақ мөлшермен және міндетті түрде ақуызбен бірге. Соңғысы, бірде-бір өнім қозғалысты алмастырмайды. Бірде-бір жаттығу тамақсыз жұмыс істемейді. Ал интернеттегі бірде-бір видео жеке қарауды алмастыра алмайды. Менің кәсіби қорытындым қарапайым. Саркопения үкім емес. Бұл ескерту. Егер сабырмен, тұрақты, ақымен әрекет етсеңіз, бұлшықетті сақтауға болады. Кей жағдайда қайтаруға да болады. Қауіпсіздікпен, жасымызға құрметпен, өз ауруларыңызды ескере отырып. Бұл материал ақпараттық сипатта. Дәрігер кеңесін алмастырмайды. Егер пайдалы болса, пікірге ең жиі қандай қиындыққа тап болатыныңызды жазыңыз. Мен оқимын және келесі видеоларда соны ескеремін. Күшіңізді сақтаңыз. Күш бұл тәуелсіздік.